Кез келген ата-ана бала жас қосқан сайын қалыпты түрде дамып жатқандығын біліп отыруы керек. Егер де осы аталған белгілер 4 жастағы баланың бойынан табылмаса, тез арада дәрігерге невропатологқа қаралу керек. Себебі қазіргі таңда ЗПРР, ЗРР, ЗПРР деген сияқты рас сынды диагноздар өте көп. Соның алдын алу мақсатында балаңыздың қалыпты дамып жатқандығын міндетті түрде бақылай біліңіз. Ең бірінші бала зейін қоя алу керек. Бірлескен зейін дағдысы қалыптасу керек. Айналасына қызығушылық таныта бастауы және де көптеген сұрақтар қою керек. Айналасын зерттеп тануы керек. Атын шақырған кезде бұрылып қарауы керек және де сөйлеу барысында көзге қарауы маңызды. Дене мүшелерін атап көрсете алу керек. Яғни құлағыңды көрсетші деген кезде ол жестпен, яғни указательный жестпен ол құлағын апарып көрсету сынды белгілерді сұрап көріңіз. Және де пока деген кезде қолын бұлғай алу, амандасу ата-анасымен және де қонақтармен қолын сұраған кезде күнделікті қарапайым және де күрделі заттарды білу керек. Мысалы нан, есік, сүт, мама, папа деген сияқты. Қарапайым және де күрделі команданы аудиалды айтқан кезде орындай алу керек. Үйдегі адамдардан бөлек те бөтен адамдарды ажыратып анықтай білуі керек. Сөздік қоры өте көп болады. Бұл кезде бала еркін сөйлеуі қажет. 4 жастағы бала бұл кезде санамайыз, бірақ шамамен 3000-дай болу керек. Яғни күнделікті бала бұл кездерде айналасынан қызығушылық таныту арқылы көптеген ата-анасынан сұрақтар қояды. 4-5 сөзден болса да бала сөйлем құрап айта алуы қажет. Сонымен қоса өз қалауын айтады, яғни машина, кукла алып бер деген сияқты. Қысқада сұрақтарға жауап беріп, сұрақ қоя алу және де толық диалогқа түсуі керек. Белгілі бір жағдайды сипаттап айта алады. Ертегілерді айтады, балалармен ойнайды, ситуациялық ойындарды ойнай алады, рольдік ойындарды, мысалға түрлі иттердің, мысықтардың дауыстарын, қимылдарын жасап деген сияқты. Имитация, эмоция болу керек, күлу, жылау деген сияқты дұрыс орындау керек. Түстерді ажыратылып, олардың аттарын білу керек. Жан-жануарлардың дауыстарын айтып қайталай алады және де өз-өзіне қызмет ете алады. Отырып, қасықты ұстай алу, тамақ ішу деген сияқты және де үлкен және де кіші дәретке баратындығын айтып, өзі отыра алуы тиіс.